Сәлем достар, менің есімім Арайлым. Менімен бірге қарапайым химия арнасында бірге химияны үйренейік. Егер сіз нөлден бастап есеп шығаруды үйренгіңіз келсе, және нөлден бастап ұбт-ға дайындалғыңыз келсе, онда менің арнама жазылып, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Берілгені амин сірке қышқылы 150 грамм 30% ерітіндісі натрий уаштың 30 грамм ерітіндісімен әрекеттесіп түзілген тұздың массасын анықтау керек. Есептің шарты бойынша бізге қандай тұз екендігі айтылмаған, сондықтан да біз реакция теңдеуін жазып алатын боламыз. Берілген бізде NH2, CH2, COOH дегеніміз амин сірке қышқылы, оның екінші атауы бұл глицин деп аталады. Қараңыз, мына жерде реакция жазу көбіне органикалық химияда өте оңай болып келеді. Бұл жерде